10 сынып алгебра және анализ бастамалары пәні номер 6 сабақ. Сабақтың тақырыбы функциялардың графиктерін түрлендіру. Сіздерге қойылған мақсат функция графигіне түрлендірулерін есептер шығаруды қолдану, функция графигіне түрлендірулердің барлығын бір функцияға салу. Жетістік критериясы функция графигіне түрлендіру есептерін шығаруды қолданады және барлығын бір функцияға салады. Бірінші тест сұрақтары. Сұрақтарды көшіп жазаймыз. Тек қана дәптерге жауабын жазып өтеміз. Мысалы, бірінші сұрақ. Суретте берілген қисықтардың қайсысы функция графигі екенін анықтаңдар. Жоғарыда көріп отқандарыңыздай 3 сурет берілген. Осының қайсысы функция графигі екенін табу керексіздер. Бірінші сурет па, екінші сурет па, үшінші сурет па? Дәптерімізге жазайық. Келесі екінші сұрақ. Функцияның анықталу облысының тап. Y-тен болады 2x минус 1 бөлінген түбірасты x квадрат минус x. Осы функцияның анықталу облысын табасыздар. Төменде жауаптар берілген. Минус шексіздіктен 0 және 1 мен плюс шексіздік, минус шексіздікпен 0 және 1 мен плюс шексіздік жақшаларына назар аударыңыздар. Және жақшашылға минус шексіздіктен 0 жай жақша және жай жақша 1-ден плюс шексіздік кейін жай жақша. Жай жақша төртінші минус шексіздіктен 0-ге дейін тік жақша және 1 мен плюс шексіздік кейін жай жақша. 4 жауаптың қайсы дұрыс, соны ғана жазасыздар. Дәптерімізге жазайық. Келесі сұрақ. Үшінші. Функцияның мәндер облысын анықта. Y-тен болады x квадрат плюс 2x минус 1 функциясының мәндер облысын анықтайсыздар. Жауаптар төменде көрсетілген. Жауаптарына назар аударыңыздар. Келесі төртінші. Функцияның анықталу облысын тап. Y-тен болады түбірасты x минус 1. Егер түбірастында x минус 1 болған жағдайда, немесе түбірастында өрнек берілген жағдайда, біз оның анықталу облысын қалай табатын едік? Еске түсіріп, төменде жауаптарын сәйкестендіріңіздер. Қайсы жауап дұрыс, соны жазасыздар. Дәптерімізге жазайық, шығарайық. Жақсы болсаңыздар, келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырмаға көшпес бұрын кішігірім видеороликке назар аударайық. Келесі графиктерді қарастырайық. Сызықты функцияның графигі x осіне перпендикуляр болмайтын түзу сызық. Қара сызық функция графигі емес. Себебі x тең минус 4 үшін y-тің шексіз көп мәндері бар. Қызыл және жасыл графиктер парабола. Қызыл график квадраттық функцияның графигі. Бірақ жасыл график функция графигі емес. Қалған графиктер функция графигі болады. Бірақ олардың графигі парабола емес. Жақсы, келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма ол бізде есептер шығару. Бірінші есеп. Егер актив ұялы байланыс операторының 1 минут байланыс бағасы 11 теңге болса, онда сөйлесу құнын анықтайтын функцияны көрсет. Бұл жерде есепті шығарасыздар және жауабын жазасыздар. Дәптерімізге жазайық.
Келесі екінші есеп. Көрсетілген функция тұр. Функцияның графигі көрсетілген координаталық жазықтықта. Осы функцияның теңдеуін табу керексіздер. Теңдеуі төменде берілген. Y-тен болады x квадрат плюс x, y-тен болады минус x квадрат минус 4x, y-тен болады минус 2x квадрат плюс 4x, және де y-тен болады минус x квадрат минус x. Функцияның теңдеуін табу үшін сіздер алдыңғы сабақта өткен x квадратты парабола бойынша есептейсіздер. Есепті шығарайық, дәптерімізге жазайық. Жақсы болсаңыздар, келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма оқулықпен жұмыс. Оқулықтарыңызды ашыңыздар. 2-де 7-ші есепті ашайық. Есептің шарты бойынша y-тен болады x куб функциясының графигін қолданып, төменде берілген функциялардың графиктерін саластар. Берілген 4 функцияның графигі берілген. Оларды сіздер бір координаталық жазықтыққа салу керексіздер. Дәптерге жазайық және де салайық. Және де 2-де 9-ші есеп. Бұл жерде графиктік тәсіл арқылы теңдеудің қанша түбірі болатынын анықтау керексіздер. Төменде теңдеулер берілген. Солардың түбірлерін сіздер анықтайсыздар. Дәптерімізге жазып, шығарып, суретін салайық. Жазайық. Жақсы болсаңыздар, келесі тапсырма көшейік. Келесі тапсырма ол сіздерге сәйкестендіру. Көріп отқандарыңыздай, сол жағымызда функциялар берілген, және сол функциялардың анықталу облысын табу керекпіз. Анықталу облысының мәндері оң жақтарыңызда көрініп тұр. Сіздер сәйкестендіресіздер. Мысалы, біріншінің жауабы қайсысы дұрыс, соған стрелка бағытымен көрсетіп апарасыздар. Ол үшін бірінші сіздер дәптерге көшіріп алыңыздар. Бір-біріне қарама-қарсы алып, 2 бағанға бөліп көшіріп алыңыздар. Және де содан кейін уже сәйкестендіресіздер. Дәптерімізге жазайық. Және де сәйкестендірейік.